Америкада қалай машина сатып аламыз, оны қалай өз атыңызға қондыруға болады. Тіркелуді ұмытпаңыз. Америкаға бірінші келген кезіңізде сізге машина міндетті түрде қажет болады. Егер де сіз үлкен қалаларда тұратын болсаңыз, онда қоғамдық көліктермен қалайда қатынауға болады. Бірақ та машинасыз сіздің уақытыңыз да, сіздің қаражатыңыз да екі есе көп кетеді. Әсіресе кішкентай қалаларға келсеңіз. Сондықтан Америкада машинасыз өте қиын болады. Сол себепті келген кезде қандай машина алатыныңызды біліп келіңіз. Мысалы, біз қазақтар Тойотаны ұнатамыз. Тойота ол қайда да Тойота. Қазақстанда да, Монғолияда, Қырғызстан, кез келген елде де ол Тойота. Америкада да ол Тойота. Бірдей сапа. Сол сияқты бұрын өзіңіз мінген, өзіңіз білетін сенімді машина алыңыз. Бірінші машинаңызды. Мысалы, Тойота, Камри, немесе Hyundai, Kia деген сияқты түсінетін сенімді машина. Бірінші машинаңызды. Өйткені Америкада машина жөндеу өте қымбат. Ол уақытыңыз да кетеді, қаражатыңыз да өте көп кетеді. Сол себепті алғашқы машинаңызды аспай-саспай өзіңіз түсінетін, қаражатыңызға сәйкес машина алыңыз. Бұл машина, бұл жақта кез келген адам, кез келген машина алуға болады. Бұл жақта машина міну деген, машина ол күнделікті қолданыстағы зат. Ол бізше айтқанда, ойба, Америкаға еп, крутой машина мініп, ой, керемет болып кетіпті деген сөзді сәл қалдыра тұрыңыз. Сәл кейінге шегере тұрып, оған көп мән бермей, өзіңіздің қаражатыңызды экономдып, жағдайыңызға байланысты жақсы сенімді машина алыңыз. Ол машинаны қалай табуға болады? Машинаны сіз OfferUp, Craigslist, Facebook Market деген 3 сайт бар. Солардан қарасаңыз болады. Солардан қараған кезде машина сататын магазиннен алуыңызға болады, немесе тікелей иесінен алуыңызға болады. Бірінші алып қарайық машина сататын магазинді. Оның қандай артықшылығы бар? Машина сататын магазинде машиналар көп, оны таңдауыңызға болады. Екінші, олар сізге документін сол жерде дайындап істеп беріп, сіз жүру беруіңізге болады. Кемшілігі, машина сататын магазинде бағасы екі есе қымбат. Олар сіздің машинаңыздың бағасын ғана қоймай, өздерінің қызметі үшін тағы да қосымша 2-3 мың доллар алады. Үшінші, ол машинаның қандай жағдайда екенін сіз нақты білмейсіз. Бұрын кім айдады, қанша адам айдады, не болған. CarMax деген арнайы сайт бар, машинаның жағдайын тексеруге болатын, үлкен аварияға кірген ма жоқ па деген. Бірақ сонда да ол машина қаншама адамның қолынан өткен болуы әбден мүмкін. Ал егер жеке адамның өзінен алғанды қарайық. Жеке адамның өзінен сіз машинасын жақсылап тексере аласыз, машинасының жағдайын сұрай аласыз, машинасының бүкіл документін тексере аласыз. Сонымен қатар ол жеке адаммен саудаласуға болады, және де оның бағасы машина сататын магазиндерден қарағанда әлдеқайда төмен болады. Сондықтан айтарым, машинаны, бірінші машинаңызды келген кезде аспай-саспай, асықпай, жеке иесінен тікелей алыңыз. Жеке иесінен қалай табасыз дегенде OfferUp, Marketplace және Craigslist деген 3 сайт бар. Сол 3 сайтқа кіріп машина іздейсіз. Іздегенде сол жерде жеке иесінен by owner деген болады. Соған осылай галочка қоясыз. Сол кезде сізге иесінен сатылатын машиналар көрінеді. Соларға жазып, звондап, келісіп, кездесіп тексересіз. Машина алған кезде иесі сізге title деген қағаз береді, документ. Ол машинаның техникалық паспорты. Онда машинаның аты жөні, жылы, марка, моделі жазылған, және де иесінің аты жөні, тұратын адресі, информациялары жазылған. Сол тайтылға ол адам қол қойып, сізге берген кезде машина сіздікі болып саналады. Осылай үшеуінен іздейсіз, ол адаммен сөйлесіп, келісіп, уақытқа қашан келіп көруге болады деп сөйлесіп, барып көресіз. Машина ұнады. Бағасымен бұл Америкада саудаласыңыз. Кез келген жерде саудаласуға болады. Кез келген мемлекеттік орында болсын. Америкада кез келген жерде саудаласу керек. Саудаласусыз тура айтқан бағада алу деген жоқ. Міндетті түрде саудаласасыз, олар сізге бағасын жақсылап түсіріп береді. Солай өз бағаңызды айттыңыз, келістіңіз, ол машина ұнады.
ұнаған машинаңызбен біз алып жатырмыз жеке меншік адамнан алатын машина деп. Жеке меншік адамнан алып жатсыз, яғни ол адамға айтасыз: жүріңіз, бірінші машина көлік құралдарын тіркеу орталығына барайық. Сол жерде сіз маған документті бересіз, мен сізге ақшаңызды беремін деп. Неге? Егер де сіз машинаны басқа қаладан алып жатсаңыз, өзіңіз басқа қалада тұратын болсаңыз, ол машинаны тіркеуге қоймайынша орнынан қозғауға болмайды. Ол заңсыз болып саналады. Сондықтан машиналарда иесіне айтасыз: жүріңіз көлік тіркеу орталығына DMV-ға барайық деп. Сол DMV-ға барасыздар, сіздерге жақын орналасқан кез келген DMV-ға барып, сол жерде сіз ол адамға ақшасын бересіз, ол адам сізге тайтлға қол қойып береді. Және де бір айта кететін жайт, тайтлға қол қойып берген кезде иесіне айтасыз: сіз мүмкіндігінше төмен бағада жазып берсеңіз деп. Неге? Егер де сіз машинаны $10,000 алсаңыз, сіз $10,000 налогын төлейсіз. Ал егер ол адам тайтл деген документке $5,000 деп жазып берсе, сіз $5,000 налогын төлейсіз. $5,000 налогы өз қалтаңызда қалады. Сондықтан жеке меншік адамнан алған өте пайдалы, ыңғайлы. Сол себепті тағы да айтам, сатушы адамға айтасыз: бағасын сәл төмен жазыңыз деп, ол келіседі. Бұл бұрыннан қалыптасқан жағдай Америкада. Солай сізге бағасын сәл төмен жазып береді. Осымен сізде машинаның техпаспорты дайын. Енді машина регистрацияға қою керек өз атыңызға. Ол үшін бірінші, өз еліңіздегі жүргізуші куәлігіңіз уақыты бітпеген. Екінші, машинаның техпаспорты, яғни тайтл. Америкада оны тайтл деп айтады. Үшіншісі, машинаның сақтандыру қоры. Сақтандыру қорын сол күні алуға болады. Тіркеуге қоярдан бұрын осы 3 документ сізде міндетті түрде болу керек. Кез келген сақтандыру қорының компаниясына звондап, өзіңіздің аты жөніңізді, жылыңызды, сонымен машинаның марка моделін барлығын айтқан кезде олар сізге 15-20 минуттың ішінде сақтандыру қорын істеп береді. Сақтандыру қорының бағасы сіздің жүргізуші куәлігіңізге, машинаның марка моделіне тікелей байланысты, бірақ та сіздікі егер американдық емес болса, бағасы сәл қымбаттау болады, бірақ та оны алмайынша машинаны атыңызға қондыра алмайсыз. Сол себепті кем дегенде бір ай сайын төлеп тұратын қылып, бір айға алыңыз. Бір айға алған кезде сол машинаңызды атыңызға қондырасыз, бір айдан кейін оны өзгертуге болады, арзандауын табуға болады. Солай бірінші, егер де сіз сақтандыру қорын таба алмасаңыз, Geico деген бар, ол үлкен, Америкадағы өте үлкен сақтандыру қорының компаниясы, соған звондап онлайн алуға болады. Онда бағасы басқаларынан қарағанда сәл де қайда арзандау. Одан бір айға аласыз, кейін бір айдан кейін оны күшін жойып, басқа арзандау сақтандыру қорын табуыңызға болады. Немесе американдық жүргізуші куәлігі алған кезде ол бағасы сәл де болса төмендейді. Осылай сақтандыру қорын алып, осы 3 документіңізбен көлік құралдарын тіркеу орталығына кіріп, машинаңызды өз атыңызға қондырасыз. Құтты болсын, бірінші машинаңыз. Болды, осылай сіз машинаңызды өз атыңызға қондырдыңыз, емін-еркін жүре беру, өзіңіздің еліңіздің жүргізуші куәлігімен емін-еркін әр штатта әрқалай, бірақ бір айдан 6 ай аралығында жүре беруге болады. Бірақ та Америкада қалатын болсаңыз, көп уақыт тұратын болсаңыз, ұзаққа созбай американдық жүргізуші куәлігін алыңыз. Оны алудың ешқандай қиыншылығы жоқ. 2 этаптан тұрады. Біріншісі теория жүзінде тест тапсырасыз, екіншісі жүргізу тәсілі жайында имтихан тапсырасыз. Осы имтиханнан кейін сізге американдық көлік жүргізу куәлігін береді. Американдық көлік жүргізу куәлігін алғаныңыз өзіңізге өте тиімді. Себебі кез келген жерге барсаңыз да сіздің ID-іңіз сұрайды, ол ID сіздің жүргізуші куәлігіңіз ретінде жарай береді. Сіз басқа жаққа ұшатын болсаңыз да, басқа штатқа ұшатын болсаңыз да, немесе қандай бір қонақ үйге, немесе қандай бір организацияға келген кезде барлығы ID-іңізді сұрайды. Сол ID ретінде американдық жүргізуші куәлігіңізді беруге болады. Банктен шот ашқан кезде де олар сұрайды. Қысқаша осылай. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк басыңыз, қазақ тілді каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.